Сәлем достар, менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Бізде бүгін бірінші сабақта қандай құралдар қажет, лекала сызуға, қиюға, тігуге, сол бойынша кішкене ақпарат беріп өтемін. Ең бірінші біздерге қажет дүниелер осындай метр қажет. Бұл менен біз адамның өлшемін аламыз. Одан кейін осындай борлар қажет. Бұл менен матаға сызуға керек болады. Өз арнайы осындай борлары бар. Одан кейін осындай фломастер қажет. Лекал сызуға клей керек. Лекалды қиып жабыстырған кезде қажет болады. Осындай қайшылар керек. Мына қайшыменен қағаз қиямыз, ал мына қайшыменен мата қиямыз. Мата қиятын қайшыменен еш уақытта қағаз қиюға болмайды. Сондықтан өзінің арнайы қайшы қоямыз қағаз қиюға. Осындай сызғыштар қажет. Одан кейін ондай ватман қағаздар, обой, ватман қағаз не үшін қажет? Осындай ватман қағаздарды метрлеп сатады. 1 метрі 120 теңге. Мен 2 штук алдым. Одан кейін тағы бір миллиметровный бумага қағазы бар. Оның мынандай жерінде осындай полный шахмат түскен. Лекала сызуға өте ыңғайлы. Сызғышты жаңағыдай сол несіменен, шахматтың бойыменен тегіс сызып алуға өте қажет. Ол қағазды таба алмадым мен магазиндерден. Видеосын тастап кетемін. Фотосын тастап өтемін видеоға. Одан кейін, егер бұндай қағаздарың жоқ болса, осындай обойдың қалдықтарды жарай береді. Мен көбіне осындай обойдың қалдықтарын қолданамын. Бастысы осындай әппақ болса болды. Қиып алып, көпке кетеді. Мынандай осындай обой алып алсаңыздар, қалдықтарын біраз неге жетеді. Содан кейін лекала сызу үшін осындай сызғыш, кәдімгі сызғыш мынау. Осындай кәдімгі сызғыштар жарай береді. Егер де кішкентай қылып, қолым үйренгенше сызамын дейтін болсаңыздар, миллиметровный сызғыштар болады. Сол сызғышты шығартып алуға да болады. Телеграм каналдан жіберемін. Қағазын шығартып алып, осындай сызғыштың бетіне жабыстырып қойсаңыздар болады. Егер арнайы сызғыштар да болады, оны сатып алып, қолдарыңыз үйренгенше содан қолдансаңыздар болады. Одан кейін жаңағы жеңнің, мойынның несін сызуға да өзінің арнайы сызғышы бар. Оны да фотосын тастап өтем. Менде қазір жоқ болғандықтан осы сызғыштарменен көрсете беремін. Қолымда бар дүниелермен. Егер сіздерге керек дейтін болсаңыздар, сатып алсаңыздар болады. Мен көбіне қолдана бермеймін, сондықтан осы сызғыш менде жоқ болып тұр. Одан кейін енді өлшем алуға көшеміз.